Барларыңызға сәлем. Бүгін мастер-класста осындай галстук тігетін боламын. Қазіргі заманда ерлер галстугі сәнге айналды. Менің ойымша бұл мастер-класста көптеген адамдар үшін пайдалы. Галстук тігудің көптеген нұсқалары бар. Мен неғұрлым жеңілдетілген нұсқасын тігетін боламын. Бұл галстукты ересек адамдарға да, немесе балаларға да тігуге болады. Және бұл галстукты тігу үшін қандай өлшемдер қажет екендігін және қандай мата қажет екендігін айтатын боламын. Галстукты қандай матадан тігетінімізді жоспарлап аламыз. Негізі галстук тігуге арнайы маталар бар. Бірақ сіз ол маталарды магазиннен, бутиктен іздеп таба алмайсыз. Сондықтан менің жағдайымда бұл креп-стричтен тігетін боламын. Егер сіз катоннан, штапельден, костюмдік матадан тігуіңізге де болады. Мысалсын, өзіңізге шалбар немесе костюм тігетін болсаң, сол қалған матадан сіз өзіңізге мынандай әдемі галстук тігіп алсаңыз болады. Қарай бізге мата, жіп, сантиметрлік таспа, қайшы және бор және қатырмалау үшін мынандай флизелин қажет болады. Галстуктың ені мен ұзындығы керек. Әрине, сіз тігетін галстуктың ұзындығы мен ені ересектерге немесе балаларға арнап әртүрлі болуы мүмкін. Галстуктың ұзындығы 1,55 см, ені 14, бірақ дайын ен 5, ең ұшында 2,5 см. Басында 14 және ең соңында 8 см, бірақ дайын күйінде 2,5 см. Менде мына көйлектен қалған матаны, осы матадан қазір осындай галстук тігетін боламыз. Бірақ осы галстук дайын, маған мынаның көлемі, пішіні келмейді. Менде ені кішкентай болған қалаймын. Сол үшін сіздер дайын галстукты өзіңізге қажетті размердегі, бұдан да жіңішке болса сатып алуларыңызға болады. Соны өзіңіздің көйлегіңізге немесе жейделеріңізге түсіне сәйкес тіккіңіз келсе, сол галстукты сөгіп, соның лекалысын алып матаға қисаңызда да болады. Міндетті түрде 45 градусқа мен оны бүгіп аламын. Енді осы бүкпеден сызып аламын. Кейіндеп жатқан галстуктың лекалысын осы матаның үстіне түсіретін боламын. Негізі галстук тігуге өте көп мата кетеді. Бұл жерде 45 градуспен қиылады. Ол себебі мойында ыңғайлы жату үшін қандай мата қалды, сол мата бойынша мен қазір қиып жатырмын. Кейін тағы да мен жалғаулармен жалғаймын ұзындығына. Қазір мына бір ара қашықтық 14. Мына жағында 7-7-ден бөлдім. Содан кейін ең соңында мына жерде 8-4-4-ден бөлдім. Осылай етіп біз қазір мына галстуктың лекалысын пішіп аламыз. Енді ары қарай қиямын. Міне мен қиып алдым. Мына жері менде ұшы болады. Ары қарай мен жалғаймын. Сіздерге тағы да ескертем, бұл өлшемді мен өзімнің тұлғамыма байланысты өзіме ыңғайлы етіп, тағы да жалғау ретінде тағы бір детальді пішіп жатырмын. Міне менің 1 сантиметр қосып айыра өтектеп, мына 7 сантиметрге дейін қысқарттым. Деріне 0,5 сантиметр жеткізбей дублерін жабыстырдым. Негіз арнайы подложкалар болу керек. Менде ол подложкалар жоқ болғаннан кейін мен оны дублеримен қатырмалайын деп жатырмын. Соғымның ұшын екеуін бір-біріне беттестіріп 1 сантиметрмен қазір тігіп шығамын. Бекітпе жасаймын. Галстугымның ұшын тіктім. Енді осыны екіге айыра
үтіктеп мына ұшын кесіп жіберемін. Мына галстуктың ұшын кестім. Осыны айыра үтіктедім. Мына ортасы жансыз болған сызыққа дәл ортасы келу керек. Содан кейін оны утюгпен жақсылап басып үтіктеп шығамыз. Теріс жағынан да дәл ортасын келтіріп, міне сызыққа тігістің сызығына дәл ортасын келтіріп, тағы да жақсылап үтіктеп аламыз. Үтіктеп алдық. Жағына 1 сантиметрмен осылай екі жағын қайырып, ортасына қарай дәл теңестіріп, мына жағын және екінші жағын міне 1, 2 ортасын теңестіріп, мынаны қол тігіс жақсылап үтіктеп, қол тігісімен тігіп шығуымызға да болады. Немесе екінші екеуін бір-біріне былай беттестіріп, 1 сантиметрмен тігіп, одан кейін ортасını где-то 5 сантиметрде ашық қалдырып, содан кейін бұлай аударса да болады. Бірақ мен қазір дайын галстукты қарасақ, ортасы қол тігістермен тігілген. Ұшын оверлоктап, бұл жерде қол тігісімен тігіп шықтым. Содан кейін жақсылап үтіктеп аламын. Галстуктың және ең ақырғы шетінде үшбұрыштап 1 сантиметрге тігіп, үшбұрыштап дайындап алдым. Енді 1 сантиметрмен мына жағынан 1 сантиметрдің ішінен қарай қайратын боламын. Промышленный утюгтің көмегімен 1 сантиметрге ішіне қаратып үтіктеп шықтым. Менің өзімнің авторлық тігін курсында жасырын қол тігісі үйретем. Сол тігіспен қазір біз екі ортасын тігіп шығып жатырмыз. Мына ортасында ремешогы бар. Ұшын для фиксатора. Дайын түрінде галстугым осылай көрінеді, және қара галстукты де тігіп алдым. Міне. Осымен мастер-класс аяқталды. Бұл бейне жазба ұнады деп ойлаймын. Пікірлеріңізбен бөліссеңіз мен қуанышты боламын. Келесі көріскенше сіздермен болған Ұлжан Нұғыманқызы. Сау болыңыздар.